Сәлем баршаға. Бұл жер Париж емес, өзіміздің Астана шаһары. Бұл жерге қалай келеді, не үшін келеді, қай жерде орналасқан, бәрін осы видеода толық айтып беремін. Бұл жерге біздер автобуспен келдік. 61-ші автобус. Көп автобустар өзі жүреді. Бұл жерге кірген кезде мына шетінде осындай автобуспен түсіп, келесіздерді Нетратлон парк деп жазылып тұр. Осы жерме кіресіздер. Кәдімгі мост бар ғой, левый берег, правый берегті ортасына айырып тұрған үлкен мост бар ғой, соның дәл астында. Осылай былай кірсеңіздер, мынандай үлкен Эйфель башня дейді ғой. Осында Эйфель башня жасап қойған әдемі. Қасында осында кафесі бар. Айдалада таза ауа, ерекше стильдегі, Pinterest'тегі фото сияқты. Осында керемет фотоға түсем, видеоға түсем. Керемет отырып қайтамын өшеге десеңіздер, өшеге келсеңіздер болады. Өзі фото зона, сонда әдемі фото съемка істеуге жасалған, осындай ақылы түрде сіздерге керемет сонда орын дайындап береді өздері. Мен қазір өшеге қойып кетемін, қандай фото, қандай не істеп беретіндерін. Осындай керемет табиғаты бар, ерекше отырып, демалып, ауасы да керемет таза екен. Мына жақта кішкентай балдарды ойнатып, фото зона дайындап жатыр. Сол жерде фото зона дайындап, әдемі стөлдер, осындай әдемі орындықтар дайындап береді. Отырып, фото, видеоға түсіп қайтасыздар. Біздер мына 3 қызбен мен келіп, осы жерге көріп кеттік бізде. Одан былай жоғары қарай шықсаңыз, осындай үлкен алаң бар. Осындай трасса бар, үлкен велик айдайды екен. Осындай самокат, роликтер айдауға, көбісі жүгіріп жүр, жүгіруге арналған. Осындай үлкен ауасы керемет, таза бір қаланың ішінде емес, бөлек бір табиғатқа барғандай болады екен. Ауасы ерекше, тап-таза, әдемі екен ауасы. Осы трассамен былай төмен қарай жүре берсеңіздер, және бір ерекше бір орын бар, оны қазір осы видеода көрсетемін. Міне айдалада кең шетте орналасқан. Бүгін кішкене табиғат шамал болып тұр. Азанда жаңбыр жауған. Бұл Астанаға келсеңіздер, обязательно зонтик алып алыңыздар қолдарыңызға. Күн шығып тұрса, сразу жаңбыр жауып кетеді. Осылай бүйтіп өтіп, осы трассамен жүре берсеңіздер, төменге қарай осындай қызыл здания тұр, соның қасында бір ерекше орын бар. Оны да келіп фотоға, видеоға түсіріп, фотоға түсіп кетсеңіздер болады. Бұл жерде үлкен бір бұрынғы заманның бір фильм, сондай киноның стилінде жасалған ғой бұл орын. Үлкен осындай нелер тұр. Үлкен замок, осындай бұрынғы заманның сарбаздары, осындай қорқынышты беттер жасалған. Осында айдаһарлардың мүсіні, динозавр, айдаһар, сарбаздар, осында үлкен замоктар істелген. Айдалада осындай жерде орналасқан. Бұл жерге кіру тегін. Бұлай кіріп, 1-2 сағат жүріп, фотоға түсіп, көріп, жүре бересіздер. Біз төмен жоғарысына қарай мініп, жоғарыдан кәдімгі видеоға түсіргенбіз, жоғарыдан қандай көрініс болатынын мініп, кәдімгі мынандай трондар бар екен, отырып видеоға, фотоға түсуге арналған. Осындай адам бүгін аздау екен, ондай адам көп емес. Осындай трондарда отырып суретке түстік. Айдаһарлардың мүсіндері бар. Осындай сарбаздар тұрсын, нелермен, қылыштармен. Осындай керемет, ерекше орын екен. Үстінен алғанбыз. Бұл жерде ештеңе сатылмайды екен, бірақ су, мороженое, бір ішетін су, ондай бутиктер, нелер ештеңе жоқ екен сатылып жатқан. Тек қана бір туалет бар екен. Туалет кәдімгі ашық тұр, қолдана бересіздер. Кіруі тегін. Біздер арт жағынан кірдік, мынау алдыңғы жағы. Алдыңғы жақтан кірсеңіздер, осындай болады. Алдыңғы жақтан кірген кезде үлкен айдаһар тұрады. Осында айдаһардың мүсіні тұрады. Содан осы кіретін жағы. Осы айдаһарға да суретке, фотоға түсіп жатыр. Осындай кейіпкерлер орналасқан. Мультик фильмдегідей осындай кейіпкерлер жасап қойған. Осындай орын.
мостан шықсаңыздар, қалаға мына мосттың шетімен жүріп, сосын қалаға шығып кетуге болады. Бүгін күн шамал не болып тұр. Осында айдаһардың мүсіні жатыр жерде, фотоға түсетін. Істеп жатыр екен жолдарды. Міне осы мосттың астынан былай жолмен жүріп, қалаға қарай автобусқа мініп кетуге болады. Егер өздерің мәшіндеріңіз болса, оны тура келе беруге болады. Таппай жатсаңыздар, міне осындай локация осы жерде орналасқан. Осы жермен тауып алсаңыздар да болады. Бұл жерге келсеңіздер таңда келу керек деймін. Бүкіл бәрі жерін көрем дегенде шаршайсыздар. Осы видеоны қолдап, лайк, комментария жазып, подписка жасап қойсаңыздар, көп рахмет.